Қайырлы таң, құрметті көрермен. Бүгінгі күні Ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың есімін білмейтін жан жоқтың қасы. 20 ғасырда қазақ поэзиясына ерекше үнімен қосылған ақынның туындылары қазіргі ұрпақ үшін сарқылмас қазынаға айналған. Бұрын Құлжа, Пастер деп аталған мына көшеге 1991 жылы Алматы қаласы әкімінің шешімімен Мұқағали Мақатаевтың есімі берілді. Ұзындығы 4800 метрдей болатын көше Жетісу, Алмалы, Медеу аудандарын басып өтеді. Мына ғимарат мемлекет қарауына алынған тарихи орындардың бірі. Ертеректе Көпес Филипповтың үйі. Кейін облыстық ұлттар ісі жөніндегі бөлімнің ғимараты болған орында қазір республикалық қаз қайта жаңғырту мемлекеттік мекемесі орналасқан. Шамамен 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басында іргетасы қаланған мына тарихи орында ертеректе Верный қаласының телеграф орталығы болған екен. Кейіннен біраз уақыт Пәкістан Республикасының Қазақстандағы елшілігі болған ғимарат қазір жеке кәсіпорындарға тиесілі. Орталық демалыс саябағынан басталып батысқа қарай кететін көше бойында Атамұра корпорациясының баспаханасы орналасқан. Енді өздеріңізді баспахана жұмысымен таныстырсақ. Үлкен альбомдар, томдық көркем әдебиет кітаптары, сондай-ақ журналдар, ай сайынғы шығатын мерзімді, сондай-ақ үлкен плакаттар шығады. Осы баспаханамызда 300-ден аса жұмыскерлер жұмыс істейді. Біз өте қуаныштымыз осындай атақты ақынымыздың, Мұқағали Мақатаев секілді атақты ақынның көшесінде орналасқанымызға. Және де біз сол кісінің кітаптарын жылда шығарамыз. Мұқағали Мақатаевқа арналған кітаптар өте көп шығады баспамызда. Және де олар үлкен сұранысқа да ие. Алматы полиграф комбинатының қызметі 1946 жылы шеберханалар негізінде басталған. Уақыт өте заманауи озық техникалармен жабдықталған баспасы өркендеп, қазір еліміздің оқырмандарының сұранысына сай қызмет етуде. Оқулықтар мен көркем әдебиеттер, ресми басылымдар шығаратын кәсіпорында бірнеше цех жұмыс істейді. Мақатаев көшесінің бойымен көптеген қоғамдық көліктер жүреді. Солардың қатарында 4 және 6 бағыттағы трамвай дәл осы жолмен жолаушыларды қаланың әр түкпіріне жеткізеді. Сондай-ақ көпшілік Көкбазар деп атап кеткен сауда орталығы да осы көшенің бойында. Ертеректе қалада көп сауда нүктелері болмаған кезде тұрғындар мен Алматы қонақтары осы жерге келіп сауда жасайтын. Мақатаев пен Желтоқсан көшелерінің қиылысындағы саябаққа 2004 жылы ақынның ескерткіші орнатылған. Туындының авторы мүсінші Нұрлан Далбай. Мақатаев пен Жібек жолы көшелерінің ортасындағы аэровокзал ғимараты 1967 жылы салынған. Ертеректе еліміздің әр аймағына, тіпті шетелдерге ұшатын жолаушылар осы жерде тіркеуден өтіп, сонан соң ғана ұшаққа отыруға жіберілетін. Қазір бұл жерде тек билеттер ғана сатылады. Мұқағали Мақатаев атындағы көше Мирзаян көшесімен қиылысқан жерде аяқталады. Ақын атындағы көшемен жүріп өткен адам ең бірінші бақытым халқым менің деп жырлаған шайырды еске алары сөзсіз. Көріскенше күн жақсы.